мынау Благовещенскіде жұмыс істеп жатырған сол жақта бақтовый методпен жұмыс істеп жатқан жігіттер ғой. Бұлар 45 күн жұмыс істейтін, сондай вақтылар. Короче, ана жерде тәжіктер өздерінше заң орнатып алған екен да. Тәжіктер көп екен. Тәжікстаннан где-то бір вақтыға 800-дей адам келеді екен. Қазақтар 200-дің шамасындай ғана екен. Бар Қазақстаннан жиналған, Ресейден жиналған қазақтардың бәрі. Сол өздерінше тәжіктер өздерін жоғары санап, ана жерде адам менсінбей итеріп жіберіп, тамағын төгіп жіберіп, болмаса тамағына түкіріп жібереді екен. Алпыратқан тамағын. Соң қазақтар шыдамаған ғой, ол басқа ұлттардың өзін қырып жіберген екен. Орысың, татарың, басқасы үндемей деген ешқайсысы. Сол бір қазақтың несіне шатақ шығып сол жерде итеріп құлатқан ба, сондай тамақ үстіне төгіп жіберген ғой. Сол 800 тәжікті 200 қазақ алдына салып сықпыртыпты ғой, түнін қалдырмай. Вақтыдан қашып кетіпті жаңа жерден, бәрі своен жаяу кетіп қалған да. Неге қарай? Амурскіге қарай қашып барады дейді. Машина тоқтатып жатыр, қолдарына келгенше. Қырамыз деп қой қазақтар, сендер үндемеген сайын мойынға мініп баратсыңдар.